дұрыс. Саламатсыздар ма, қадірлі достар, фейсбук достарым. Осы мен Оңғарбай мырзамен кездесіп отырмын бүгін. Оңғарбай мырза осы Қазақстан IT ассоциациясының төрайым президенттің орынбасары болады. Мен негізгі тақырыбым, сіздер білесіздер, осы кейінгі кезде AI дейтін мәселе өте тез дамып жатыр. Тіпті керек десеңіз, оған дамыған мемлекеттерде болжай қоя алмай жатыр. Бірақ енді Қазақстанда да болжай қоймай тұрақ, біз осы AI-ды қалай қазақ тіліне бұру мәселесімен негізгі назар аударған жөн ба деп. Осыған байланысты осы Оңғарбай мырза келіп кішкене сұрақ қойып келеді осы AI мәселесі жөнінде. Себебі жуырда осы былтыр мен Алисамен сөйлескенде, мысалы, ол тіпті енді керек десеңіздер, мені Facebook арқылы сіздер тексересіздер. Ол қазақша сөйлемеді, бірақ қазір қазақша түсінеді да, және кез келген AI қазақ тілмен меңгеру оп-оңай. Себебі қазір AI-ді үйретеді. AI деген Artificial Intelligence English, бірақ енді қазақша ол жасанды интеллект болады. Енді латынша біз қойсақ, біз оны GI деуші едік, бірақ дегенмен біз abbreviation мәселесі енді қазақ тілінде өте нашар, бірақ енді оны енді әлі оғанда жетерміз. Бірақ осы жөнінде Оңғарбай мырза, сізде енді жай шет жағасын айтып кеткен мәселеге сіз өз қарарыңызды айтып шықсаңыз. Рахмет, сұрағыңыз жақсы. Мынау жасанды интеллект деген қазіргі өмірдің өзіне білген адамға, алға қарай ұмтылатын адамға жасанды интеллект өмірдің өзіне ішіне кіріп кетті. Қазіргі кезде мынау жаңағы студенттерден бастап, қазіргі біздің шенеуніктер, болмаса осындай бір кеңседе істейтін адамдардың көбісі жасанды интеллекттің қызметін пайдаланады. Ал енді осы жасанды интеллектті қазақша сөйлету бойынша бұдан 1-2 жыл бұрын мүмкін бір проблемалық мәселелер болған шығар, бірақ қазіргі кезде жасанды интеллект бізге керек болса қазақша ақпаратты толықтай береді. Оны өзімізде күнделікті көріп жүрміз. Ал енді жасанды интеллекттің осы қазақ интернет кеңістігінде жасанды интеллектті дамыту бойынша, қазақша сөйлету бойынша, одан әрі дамыту бойынша біздің енді өкілетті органдар, жаңағы цифрлық біздің министрлік, ол жаңағы тиесілі жасанды интеллект комитеті құрылды. Сол комитеттердің өздерінің алға қойған жоспарлары бар. Ал мен өз біздің қауымдастық, қазақстандық IT компанияларының қауымдастығы тарапынан айтарым, біздің қазіргі кезде біздің қауымдастық мүшелерінің жасанды интеллектпен айналысып жатқандары кемде-кем. Өйткені бізде өздеріңіз белгілі, біз ең алғашқы IT қауымдастық. Ең алғашқы IT қауымдастық болғандықтан біздің құрамымыздағы көптеген компаниялардың бәрі бұрыннан келе жатқан 20 жыл, 30 жыл болған компаниялар. Бұлардың енді өздерінің жаңағы жобалары бар, өздерінің әлгі неше дейді ғой, өздерінің белгілеп алған бір бағыттары бар. Сол бағыттармен жұмыс істеп жатыр. Ал енді жасанды интеллекті енді басқа мынау көбіне Астана хабта тіркелген стартап компаниялар, солар көбіне солар айналысып жүр деген ойдамын. Өйткені мен осы Астана хабта 3 жыл комиссия мүшесі болдым. Сол кезде стартап компаниялардың көбісіне былай жаңағы талдау жасағанбыз. Сол стартап компаниялардың көбісі осы жасанды интеллектпен айналысқысы келеді. Ал енді жасанды интеллект біздің сол кезде көргенім, біздің медицинаның ішіне жасанды интеллект жақсы кіріп кеткен. Осы жерде кішкене бөліңізге бола ма екен? Жағдай қазір бүгін былай болып тұр. Енді AI мәселесі білесіз, оған енді біз техникалық саласын айтпай қояйық енді. Оған анадай сондай тым жедел интернет керек, үлкен нелер, процессорлар андай. Бірақ бізде ең байқауымыз бұнда AI-ға не керек? Деректер банкасы. Өйткені ол тек қана деректер банкасы. Вот алысқа барып керек жоқ, мен AI-ға байланысты кішкене зерттегім келді.
енді түсінемін. Гизайт Байтұрсынов бар. Енді Байтұрсынов дейтін білесіз енді неге кім енді біздің Ахмет Байтұрсынов. Ең қызығы мен интернетке кіріп алдында думаю, жай Google тырға сразу неге байланысты AI-ға кірдім. Open о жай Open не деп дейші анау неге осы чат GPT-ді сұрадым. Ол қуып кетті. Ахмет Байтұрсыновқа кетіп қалды. Сосын Казерлемді тексердім. Тура сондай жағдай. Сосын Дипсекті тексердім. Тура сондай жағдай. Көріпсіз бе? Деректер банкісі. Егер Гизат Байтұрсынов негізі бар. Интернетте андаймда кез. Бірақ AI-ға байланысты көріпсіз бе? Сосын мен оларға тіпті ұрса бастадым AI-мен. Кәдімгідей ол кешірім сұрап, андай-мындай деген сияқты. Вот көріпсіз бе? Неге деректер банкісі қайтан пайда болады? Өзіңіз ойлаңыз, кез келген бүгін айтып кер жоқ. Один компьютер не бойын деп. Білесіз ғой енді ондай. Один солдат не бойын болса, один компьютер тоже ол да не бойын. Өйткені бәрі желіде. Бәрі желімен жұмыс істейді. Желіге қоса софттар қазір бәрі жұмыс істейді. 1С бухгалтерия болсын, кез келген болсын, SAP болсын, не болсын, бәрі желі арқылы жұмыс істейді. Өздеріңіз ойлайсыз, әрбір оператор болсын, жұмысшы болсын, компьютер жұмыс істейді, ол деректер банкісімен жұмыс істейді. Осыған байланысты біз қазақ тіліне, мемлекет тіліне не істеуіміз керек осы? Сіздің өз ойыңызды айтыңызшы. Енді негізі бұл мәселе коммерциялық неге рельске түскен ғой кезінде. Мысалы, мынау Microsoft компаниясы, болмаса Google компаниясы, бұлар біздің қазақстандық азаматтарды, қазақстандық компанияларды алып, осыдан 10 шақты жыл бұрын бастаған. Қазақша өздерінің жаңа Microsoft-тың өзін сөйлету, Google-ды қазақшаға сөйлету сияқты нәрселерді бұрын бастаған. Қазір де ол айналысып жатыр. Енді коммерциялық рельске түскен, әркім өзінің жаңағы өнімін сату үшін, әркім өзінің несін қазақшаға, өнімін қазақшаға аударып. Мысалы, бізге кез келген Ресейден келген жаңағы консерв болсын, басқа бір өнімдер болсын, сыртында қазақшасы, сондай талап бар ғой, сыртында қазақшасы болу керек деген. Сондай талаптар қойылғандықтан, қазір осы нәрсе бізсіз, біздің ғылымның, болмаса біздің шенеуніктердің қатысуынсыз ол мәселе жүріп жатыр. Былайша айтқанда, одан бір біздің ғылым болмаса жаңа шенеуніктер бейтарап қалып отқан деген әңгіме емес. Бірақ ол өзінше алға қарай дамып жатыр. Бірақ мен сөзді осы жерде бөліп отырайын. Енді біз бәрі коммерция айналсақ, онда мемлекет не үшін деген сияқты. Біздің диджитал министрлігі бар. Айтпақшы, жуырда ғана мен айттым, диджитал министрліктің атын вообще өзгерту керек. Ол мүлдем не оны біз аббревиативінде қолдана алмаймыз, ең қызығы. Министерство цифрового развития, аэрокосмическое, андай-мындай деп ол кете береді. Жайды, енді оны қоя тұрайық. AI-ға кішкене нетсек, міне AI келсек, ол осыдан 2 жыл бұрын білесіз ғой, 2 жыл бұрын тіпті AI дейтін вообще мүлдем жоқ. Даже журда мені Фейсбукқа 23 жылдан бастап сразу экспонентамен кетті AI-дың дамуы. Енді тура осыдан 2 жыл бұрын парламентте бұл мәселені көтергесін модераторымыз Асхат Айтмағамбетов болды. Мен сонда үлкен мәселе көтердім. Өйткені 2 рет алдында министрліктерге бір анау медицина жақсы айтты ғой, медицина 2 рет хат жаздым. Бірінші министрде кім болған аттарын қазір енді кешіріңіз ұмытып тұрмын, сосын ауысып кетті, оған да жаздым. Бір дәріхана қазақша жұмыс істемейді. Арман қарай не айтуға болады? Тіпті кезінде, совет үкіметінің кезінде латынша дәрігерлер бәрін латынша жазушы еді. Тіпті дәрілер де латынша жазды. Қазір не болмақпыз біз? Осы сонда латынша түгілі, инглиш түгілі, тіпті мүлдем қазақ түгілі, вообще мүлдем болардың да не жоқ. Сонда біз қалай осы мәселеге де IT ассоциация соғасыған қандай үлес қоссаңыздар енді? Мен сіздерге келіп отырғаным себебі осындай айтып атқан жоқ, бір қоғамдастық, партия құру. Жай осы мәселені тиісті дәрежеде министрлікке жеткізу. Егер министрлік қолданмаса, енді біздің құдайға шүкір президентіміз бар, ол гарант.
ол кісіге де тиісті дәреже жеткізсек па деп ойлаймын. Тіпті жолдарын көрсетіп. Осыған бір-екі сөз айтсаңыз, сосын осымен доғарайық. Біздің қауымдастықтың негізі өзінің осы жасанды интеллект туралы, блокчейн технологиялары туралы көптеген өздерінің ұстанымдары болды кезінде. Бұл туралы біз жаңағы өкілетті органдар ғой, цифрлық туралы. Соған көптеген хат жазушылар болды. Осы жерде үлкен жаңағы папкілер бар. Солармен хат жазысқан, қаталысқан нелер бар. Енді оның бәрін айта берудің қазір қажет жоқ. Біз негізі IT ассоциация ешқашанда мысалы келе жатқан жаңа технологияларға қарсы болмайды ғой. Әрине. Біздің қауымдастықтың міндеті, біздің қазақстандық IT компанияларын алға қарай сүйреу, алға қарай олар итермелеу. Сосын қазақстандық IT компаниялардың сөзін мемлекеттік органдардың алдында, басқа да жаңағы органдардың алдында солардың сөзін сөйлеп, солардың жаңағы қазақша айтқанда жаңағы не дейді, сойылын соғу дейді ғой. Сойылын соғу, IT компаниялардың сойылын соғу. Сондықтан біз енді осы жерде отырып алып, қазақстандық IT компаниялардың қауымдастығы жасанды интеллектке қарсы деген нәрсе жоқ. Біз енді барлық уақытта оған замыз. Өйткені біздің өзіміз сол жасанды интеллектті қолданамыз. Сондықтан біздің айтарымыз ары қарай дамыта беру керек. Енді маған мысалы сіз қайта жаңа Ғизат Байтұрсынов деп айтып жатсыз, жаңа өзіміздің ұлт ұстазымен тегі бірдей екен. Соны танып жатсыз, нетіп жатсыз. Біз олардың жоспарларын білмейміз. Жақында ғана құрылды. Жаңағы президентіміз айтты, осындай жасанды интеллект комитетін құру керек деді. Құрылды. Бірақ біз олардың жоспарын әлі білмейміз. Бізден келіп еш нәрсе сұраған жоқ. Бізде былай болады, қалай болады, сіздердің компанияларыңыз не істейді, жасанды интеллект бойынша, блокчейн технологиялары бойынша не істеп жатсыздар деген әңгіме ол жақтан бізге әлі келген жоқ. Сөзіңізді мына жерде кішкене ғана қосып жіберейін. Тіпті Нұрлан Мусин сіздердің алдыңызда президент болды ғой. Ол кісі парламенттен шықпайды, кешіңіз, ішінде. Сол Нұрлан ағамыз парламенттен шықпаушы еді, депутаттар да осы парламентте ол кісімен саналушы. Сол себептен міне Айымгүл ханымға да осындай бір осы бағытты ұстаса екен, осындай қажетті деңгейде осы IT саласын қазақ тіліне, мемлекет тіліне баратын жағдайларға қатысып, тіпті қатысу түгілі оны даму жолдарында шет жағасын көрсетіп отырса жақсы болушы еді. Ал міне қадірлі Facebook достары, мен әдейі осы Facebookқа бұны қойып отырған себебім, дегенмен ол қазір енді әлеуметтік желілер, өзіңіз білесіздер, интернет саласында өте, интернет саласы түгілі кәдімгі бұл өмір өзі желі өміріміз. Қазір күні дамыған мемлекеттерде көресіздер, қазір Twitter болсын, Facebook болсын, аса сондай белгілі адамдардың посттарына кез келген мемлекет үлкен назар аударады. Сол себептен осы кішкентай баяндамамызға назар аударып, өз ой пікірлеріңізден бөліссеңіздер. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сізге де, Оңғарбай мырза, көп рахмет. Сізге рахмет.